Адамзат тарихындағы ең қарқынды даму кезеңін бастан өткеріп жатыр. Ғылым мен технологияның дамуы біздің өмірімізді түбегейлі өзгертіп, жаңа мүмкіндіктер ашады. Бірақ бұл өзгерістердің барлығы бізді қандай болашаққа жетелейді? 2050 жылдың өмірі қандай болмақ? Адамдар қандай ортада өмір сүреді? Бүгін біз болашақтың ең ықтимал сценарийлерін қарастырамыз. Келешекте бізді қандай жаңалықтар күтіп тұр? Болашақтағы өмірді елестетіп көрейік. 2050 жылы қалалар бұрынғыдан да ақылды болмақ. Барлық инфрақұрылым жасанды интеллект арқылы басқарылады. Кептелістер жойылады. Өйткені ұшатын таксилер мен жылдам көліктер негізгі көлік түріне айналады. Жасыл энергия толыққанды қолданысқа енеді. Ал қалалар таза және экологиялық тұрақты болмақ. Смарт үйлер мен интеллектуалды көше жүйелері адамдардың өмірін барынша ыңғайлы етеді. Роботталған қызметтер, мысалы автоматты тазалау жүйелері мен қауіпсіздік роботтары қалаларда кең таралады. Роботтар адамдармен тең дәрежеде жұмыс істейді. Көптеген мамандықтар роботтандырылып, ай дәрежелері, заңгерлер, мұғалімдер пайда болады. Біздің күнделікті өмірімізде жасанды интеллект көмекшілер әр үйде болады. Бірақ бұл технологиялар адам өміріне қауіп төндіре ме? Бұл болашақтың үлкен сұрақтарының бірі. Жасанды интеллект адам миының қызметін талдай отырып, эмоцияларды түсіну және адамдармен табиғи қарым-қатынас жасау қабілетін жетілдіреді. Сонымен қатар ақылды медициналық технологиялар адамның өмірін ұзартуға көмектеседі. 2050 жылы адам мен технология арасындағы шекара бұлыңғыр болмақ. Neuralink секілді миға орналасатын чиптер адамдарға білім жылдам меңгеруге, оймен басқаруға және тіпті ауыр ауруларды емдеуге мүмкіндік береді. Кибернетикалық қол-аяқтары арқылы мүмкіндіктерімізді кеңейтеміз, ал биохаккерлер жаңа деңгейге жетеді. Сонымен қатар, гендік инженерия мен нанотехнологиялар денсаулық сақтау саласында төңкеріс жасайды. Генетикалық модификация арқылы аурулардың алдын алу мүмкіндік болады. Ал жасушаларды қалпына келтіру технологиясы қартаюды баяулатады. Виртуалды шындық 2050 жылы күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналады. Адамдар жұмыс істеу, оқу, демалу үшін матриц-вселендерге кіріп, толықтай цифрланған өмір сүре алады. Бірақ шынайы өмір мен виртуалды әлем арасындағы шекара жойылып кетпей ме? Кейбір адамдар үшін виртуалды әлем шынайы өмірден маңыздырақ болуы мүмкін. Білім беру мен медициналық қызметтерде метавселен арқылы қолжетімді болады. 3D принтерлердің көмегімен виртуалды әлемнен шынайы заттарды жасауда мүмкіндік болады. 2050 жылы адамзат жаңа ғарыштық дәуірге аяқ басады. Марсқа алғашқы колониялар салынып, адамдар қызыл ғаламшарда өмір сүре бастайды. Айда да тұрақты базалар салынып, күн жүйесін зерттеу жаңа деңгейде шығады. Тіпті басқа жұлдыздарға да сапар шегу мүмкін бе? Ғылым бұл бағытта да дамуда. Сонымен қатар ғарыштық туризм кең таралып, адамдар жерден тыс әлемдерге зерттей бастайды. Жаңа отын түрлері мен антигравитациялық қозғалтқыштар арқылы жұлдызаралық саяхаттар мүмкін болады. 2050 жылы экологиялық мәселелер ерекше назар аударылады. Климат өзгерісінің алдын алу үшін көміртекті бейтарап технологиялар енгізіледі. Ғаламшарымызды қорғау үшін жасанды интеллект ормандар мен мұхиттарды бақылап отырады. Баламалы энергия көздері негізгі энергия көзіне айналады. Ал пластиктің орнына биологиялық ыдырайтын материалдар қолданылады. 2050 жыл бұл тек болжам ғана. Бірақ ғылым мен технологияның даму қарқынын ескерсек, болашақ шынымен де таңғаларлық болмақ. Біз адамзат тарихындағы ең үлкен өзгерістерге куә болуымыз мүмкін. Бірақ осы өзгерістердің бәрі бізді жақсылыққа алып келе ме, әлде қауіп төндіре ме? Бұны уақыт көрсетеді.